Берілген бейнероликте 7-ші сыныптың 2-ші тоқсанында өтетін математика сабағында геогебра бағдарламасын қолдану мүмкіндіктерін қарастырамыз. Бөлім 7.2а функцияның графигі. Геогебра бағдарламасын қолданып, графиктің параметрге байланысты өзгеруін тәжірибе жүзінде көре аламыз. Келесі оқу мақсаттарына жету үшін геогебраның қолдануын нақты қарастырайық. Y-тен kx функциясының анықтамасын білу, графигін салу, k-ға байланысты орналасуын анықтау. Y-тен kx плюс b функциясының анықтамасын білу, графигін салу, k-ға және b-ға байланысты орналасуын анықтау. Графигімен анықталған функцияның k және b таңбаларын анықтау. Мәтінді қою үшін текст батырмасын таңдаймыз. Орналасуын таңдап, қажетті мәтінді көшіреміз. Өзгертеміз. Окей батырмасын басамыз. Курсордың көмегімен орналасуын өзгертіп, баптаудан шрифтің өлшемін өзгерте аламыз. Қосымша өзгертулер енгізуге болады. Берілген бағдарламада қажетті жағдайда торды қолдана аламыз. Слайдер батырмасын таңдап, слайдерді орнатамыз. Параметрдің атын k-ға өзгертеміз. Интервалын -10-нан 10-ға дейін ауыстырамыз. Окей батырмасын басамыз. Өздеріңіз көргендей слайдер жұмыс істеп тұр. Ара қарай төмендегі кіріс жолында Y-тен kx-ті тереміз. Көріністе түзу пайда болады. K-ның мәнін өзгертіп, графиктің орналасуының өзгеретінін бақылаймыз. K тең 2 болғанда, график 2,0 нүктесі арқылы өтеді. Қосымша осы жерде түзудің бұрыштық коэффициентін табуға болады. K-ға байланысты бұрыштық коэффициенттің өзгеруін бақылауға болады. K оң болған кезде график бірінші және үшінші ширекте орналасады. K тең 0-ге болғанда график X өсімен беттеседі. K 0-ден кіші болғанда график 2-ші және 4-ші ширекте орналасады. Оқу мақсаты. Y-тен kx плюс b функциясының анықтамасын білу, графигін салу, k-ға және b-ға байланысты орналасуын анықтау. Мысалды қарастырайық. 3x плюс 5 функциясының графигін салыңыз. X тең 1-ге болғанда Y тең 8-ге болады. Берілген нүктені белгілейміз. Екі әртүрлі аргументтің мәндерін қойып, екі нүктені анықтаймыз. Торды қоямыз. X тең 2 болғанда Y тең 11-ге. Осы нүктені белгілейік. Екі нүктені қосып, түзудің графигін саламыз. Оқу мақсаты. Y-тен kx плюс b функциясының анықтамасын білу, графигін салу, k және b-ға байланысты орналасуын анықтау. Берілген мысалда, біз k және b үшін екі слайдерді қолдандық. Слайдерді қозғалту арқылы Y-тен kx плюс b функциясының графигін орналасуын өзгеруін бақылаймыз. Y-тен kx функциясының k-ға байланысты графигінің орналасуын өзгеруін қарастырғанбыз. Берілген функцияның x және y өстерімен қиылысу нүктелеріне назар аударыңыз. Бұл жағдайда x өсімен 0,2 нүктесінде қиылысады. Ары қарай b-ның мәнін өзгертіп, x және y өсімен қиылысу нүктелерін анықтауға болады.
Осы жерде функцияның графигі бойынша берілген аргументке сай функцияның мәнін табуды қарастыруға болады. Бұл жағдайда функцияның теңдеуі берілмеген. Ол үшін y осіне параллель және 5, 0 нүктесі арқылы өтетін түзу жүргізу керек. Содан кейін x осіне параллель және пайда болған нүкте арқылы өтетін түзу жүргізу керек. Осылай біз осы нүктеде функцияның мәнін табамыз. Егерде функцияның теңдеуі белгілі болса, онда бұл теңдеуге x теңбес мәнін қою керек. Оқу мақсаты: сызықтық функцияларының коэффициенттерінің мәндеріне байланысты графиктерінің орналасуын негіздеу. Мысалды қарастырайық. Y тең 2x минус 2 және y тең 2x плюс 1 функцияларының графиктерінің қиылыспайтынын көрсетейік. Ол үшін төменде кіріс жолында y тең 2x минус 2 деп жазамыз. Дәл солай y тең 2x плюс 1 графигін саламыз. Берілген түзулер параллель. Дәлелдеу үшін біз түзу бұрыштық коэффициенттерін салыстырамыз. Бұрыштық коэффициенттерін салған соң, олардың тең екендігіне көз жеткіземіз. Сондықтан олар параллель. Y тең kx плюс b, y тең kx плюс c функцияларының графиктерін қарастырайық. K параметрімен слайдер қосамыз. Интервалды минус 20-дан 20-ға дейін аламыз. Кіріс жолында y тең kx плюс b деп жазамыз. Бағдарлама B үшін слайдерді қосуды ұсынады. Слайдерді қозғалту үшін объектілерді бекіту белгісін алып тастаймыз. Бізге қажетті жерге слайдерді орналастырып, дәл солай y тең kx плюс c функциясының графигін саламыз. Слайдерді қозғалту үшін объектілерді бекіту белгісін алып тастаймыз. Бізге қажетті жерге орналастырамыз. Бұл жағдайда b және c бірге тең. K-ның мәнін өзгергенде kx плюс b графигі орналасуының өзгеретінін байқаймыз. b және c мәндерін өзгертіп, түзулер параллель болатынына көз жеткіземіз. Дәл солай біз функцияның теңдеуін баптау жолында көрсетуге болады. Қорыта келе, бұрыштық коэффициенттері бірдей түзулер параллель болады. Керісінше, бұрыштық коэффициенттері әртүрлі болса, олар қиылысады.